Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы кино және музыка. Бүгінгі сабақта Қазақстанның кино музыкасының жетістіктерін танысамыз. Осы уақытта жұмыс істеген композиторлардың шығармалар туралы білеміз. Кино, музыка терминдерімен танысамыз. Киноға арнап жазылған шығармалардан үзінді тыңдаймыз. Балапан қағаз қалғанын үйренеміз. Өзіңнің жақсы көретін киноңды еске түсір. Ол кинода музыка есіңде ме балалар? Егер ол кинодан барлық музыканы өшірсе не болар еді? Алғашқы кезде музыка кинематографияда жалаң қозғалтқан міндет атқарды. Пианисті тапер жүріп жатқан фильмді сүйемелдеумен ғана шектелді. Дегенмен сол кездің өзінде әр фильм үшін жеке музыка жасауға әрекет жасалды. Дыбыс жазушы аппараттың шығуына байланысты 1920 жылдың соңы, 1930 жылдың басы әр фильм жеке фонограммаға ие болды. Осы кезеңдегі кино музыканың таңдаулы үлгілері Чарли Чаплин фильмдерінен көрініс тапты. Тапер, музыкант, пианисті өз орындауымен бейгештерде, балдарда, дыбыссыз фильмдерде сүйемелдеу жасайтын адам. Кинематограф 19 ғасырдың соңында ойлап табылды және 20 ғасырда өте танымал болды. Кинематограф Люмьер ағайындылары жасаған қозғалмалы суретті жазуға және ойнатуға арналған құрал. Кино өнері туындыларды қозғалмалы бейнелер көмегімен жасалатын бейнелеу өнерінің бір түрі. Кино студия, кино өндірісі, кинофильмдерге арналған арнайы эффектілер, мультипликация жасайтын және осы туындыларды көрерменге көрсететін экономика саласы. Кино 1929 жылы Алматы қаласында ең алғаш кино студия құрылды. Бұл кино студияда жеке қысқа метражды деректі фильмдер шығарылды. Соның ішінде Жаңа Астана, Қызыл әскер, Жайлауда ең танымал болған Түрксіб деректі фильм болды. Ал еліміздегі композиторлардан Қуат Абдоллаұлы Шілдебаев көбіне тарихи тақырыптағы фильмдерге қалам тартты. Олардың ішінде Отырардың күйреуі, Әбілқайыр хан, Мұстафа Шоқай, Шал, Жат және басқаларда бар. Композиторлардың қаламынан қазіргі таңда 20-дан аса фильмге музыка жазылды. Ақын Сатаевпен тығыз шығармашылық байланыста жұмыс істеп жүрген Әлім Зайыров жаз, электронды музыка және классика бағыттарын үйлестіреді. Қазіргі таңда оның музыкасы Аудандар, Анаға жол, Жасұлан Қошановтың Шлагбаум, Нұртас Атамбаевтың Сәбина келін фильмдерінде орындалады. Мұхамеджанов Төлеген Мұхамеджанұлы композитор. 9-ға жуық киносыз туындыларында алғашқы жазған 1984 жылы Шөп ішіндегі Тәтінар фильмінен бастап соңғы жұмыстарының бірі Құнанбай фильмінде отанына деген сүйіспеншілікпен нәзік лирикалық сезім айқын сезіледі. Ал Ринат Қайсынның кино музыкалық туындыларынан ерекше атауға тұрарлық туынды Жау жүрек мың бала фильмнің музыкасы. Ал ендеше Жау жүрек мың бала кино фильмнен саундтрек тыңдайық.
жеткен екенсің. Бұл шығармалардың бейнесіне қандай мінездеме беруге болады? Ол туралы өз пікіріңді қысқа эссе түрінде жаз. Келесі бөліміміз миға шабуыл әдісі. Сөз жұмбақтарды шешеміз. Дәптерлеріңізді ашып, аспаптардың атауын тауып, дәптерлерді, тор көздерді толтырып жазамыз. Келесі бөлімімізде сергіту сәті. Әуендер тап. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбына байланысты кино, фильмдердің музыкалары. Әуендер табамыз. Кинолар мен әндерді сәйкестендіріп, осы тапсырмаға ұқсас әуенді табасыздар. Тек сонда ғана азаттықтың ақ таңы жамырап қалдың анадар. Сартай, осы бір күннің өзі мен үшін мәңгілікке тату. Бауырларым менің, ақтық майданға түсеміз. Көр салмай қалса бақұл болайық. Аттанды қалаш! Ала! Қазақстан! Қай класста оқисыңыз? 13-ші класста. Аты жөнің кім? Шыңберкөк. Самал болған балайдар, салқын самал таурайлар, саялаған деу туған жер, сағындырған тар жайлау. Келесі бөлімімізде балапан қаз қалғанын мұқият тыңдаймыз. Ал балалар, балапан қаз қалғанын тыңдадық. Енді өзіміз қосылып айтамыз.
оқушылар, бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңмен кері байланыс арқылы бөлісіңіздер. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.